Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецептерін ұсынамыз. 75-ші бөлім. Сүттіген. Сүттіген көп жылдық шөптектес өсімдік. Сәуір, мамыр айларында гүл ашады. Маусым, шілде айларында жеміс береді. Тамыры дәрі. Көктем мен күзде тамырын қазып, тазалап, турап кептіреді. Құрамында юпорнин, биологиялық сілті, юпорбия бар. Қасиеті кермек дәмді, суық райлы, улы, бөгетті таратады, іштегі суды айдап, ісікті қайтарады, несеп жүргізеді. Сүттігеннің ем болатын аурулары: құрсаққа су жиналу, көкірекке су толу, текті жара ісігі, лимфа туберкулезі. Құрсаққа су жиналу, көкірекке су толуға сүттігеннен 3 грамм, мыңбаш шырмауық 6 грамм, монтана тұқымы 10 грамм, шлан 5 тал суға қайнатып күніне 2 уақыт ішеді. Лимфа туберкулезіне сүттіген 3 грамм, ара ұясы 6 грамм, шытырлақ 10 грамм, мысық тырнақ 10 грамм, желайдар 10 грамм суға қайнатып күніне 2 уақыт ішеді. Текті жара ісігі мен мәлімсіз улы ісікке сүттіген 3 грамм, ара ұясы 6 грамм, жер қонақ 12 грамм, иісті қоғажай 12 грамм, бақбақ 12 грамм суға қайнатып күніне 2 уақыт ішеді. Тұла бойы ісіп қуық тұтылуға сүттіген тамырынан 60 грамм, кептірілген жем-жемілден 16 грамм, талқандап әр ретте 9 граммнан үлкен-кіші дәрет келгенге дейін ішеді. Ішке сулы ісік жүріп, үлкен-кіші дәрет тоқтап қалғанда сүттіген тамырынан 30 грамм, мыңбаш шырмауық тұқымынан 15 грамм, шланнан 5 дана суға қайнатып ішеді. Дене сарғайып, ішке сулы ісік пайда болғанда сүттіген тамырынан 30 грамм, жусан тамырынан 60 грамм қайнаған суға бұқтырып, аш қарынға ішеді. Лимфа туберкулезіне сүттіген тамырынан 60 грамм, шағылмаған жұмыртқадан 7 дана қосып 3 сағат қайнатып, әр күні таңертең жұмыртқадан 1-ді жейді. 7 күн бір емдеу барысы болады. Тамақ ауырған баспаға 1,5-3 грамм сүттіген тамырын ауызға салып сорады. Тіс қақсауға сүттіген тамырын қақсаған тіске басады. Көкірек пердесінің жалқақтанып қабынуына сүттіген тамырынан 20 грамм, шлан 30 дана суға қайнатқаннан кейін күніне 2 рет, әр ретте шланнан 15 тал жейді. Істетілу мөлшері 1,5-3 грамм. Ескері кететін жайт, бұл тұнбаның қайнатпасын ішуге болмайды. Егер осы видеодағы ақпарат ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.